Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен зады бүгін медовый торт пісіреміз. Ең алдымен бір шағынырақ кастрюляға су құйып, отқа қоямыз. Су қайнап тұруы керек. Одан кейін бір үлкенірек ыдысқа май, қант, жұмыртқаға бір шымшым тұз салып, кішкене араластырып, жұмыртқаны, балды салып, осы водяная баня кастрюляның үстіне ыдысымызды қоямыз. Ыдыс кең және үлкенірек болуы керек. Мінекей водяная баняда осылай қантпен май ерігенше араластырып тұрамыз үзбей. Одан кейін ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Міне енді ас содасы реакцияға түскеннен кейін осы массамыз 2 есе көтеріледі. Міне одан кейін алдын ала еленген ұнды біртіндеп салып қамыр былғаймыз. Бірден салып жібермейсіздер ұнды, біртіндеп аз-аздан салып қамыр былғаймыз. Үзбей былғап тұру керек, өйткені аста жабысып қалуы мүмкін. Осы массамыз қолға жабысатын бір кішкене қоймалжың болып шығады. Ол өз солай болуы керек. Мына ыдыстың астындағы кастрюлядағы су қатты қайнап тұру керек. Қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар, байқап тұрыңыздар. Мінекей қамырды былғап болдық. Енді сол қалпында пищевая пленкамен в контакт бетін жауып, 1 сағатқа осылай қоямыз. Үстінен тағы тарелка жауып қойсаңыздар болады. Міне енді дайын қамырымызды столдың бетіне ұн сеуіп, кішкене қайтара илеп аламыз. Қолға жабыспайтындай етіп. Одан кейін жгут созып, 7 бөлікке бөлеміз. Ұнды жақсылап сеуіп тұрыңыздар. Өйткені біздің қамырымыз жұмсақ, столдың бетіне немесе қолымызға жабысып қалуы ықтимал. Қазір жаюға ыңғайлы етіп бөліктерімізді ұнға аунатып аламыз. Одан кейін пергамент қағазын дайындап қоямыз алдын ала. Қалыңдағы видеодағыдай болсын корждардың. Және осы дайын тұрған пергаменттің бетіне салып, барлық қамырымызды жайып, дайындап аламыз. Өйткені 200 градуста қызып тұрған духовкаға пісіріп аламыз. Ол бір 2-3 минутта тез піседі. Сондықтан бәрін жайып, дайындап алғанымыз дұрыс. Мінекей ұнды аямай себесіздер, егер қажет болса. Қалыңдығы мен видеода көрсеткендей болсын. Тым жұқа немесе тым қалың болмасын. Мінекей бәрін дайындап алдық. Енді духовкамыз 200 градуста қызып тұр алдын ала. Мінекей корж тез пісті. Мен осы тарелка ыңғайлы, осы тарелкамен кесіп алдым корждарымды. Қалған кесінділері қазір бізге крошкаға керек болады. Міне бәрін пісіріп алғаннан кейін корждардың енді кремді жасауға кірісеміз. Ол үшін үй температурасындағы сары майды әбден ағарып, көтерілгенше блендерге салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сгущенканы салып, бәрін салсаңыздар болады сгущенканы. Және де жақсылап араластырып, осындай крем дайындап аламыз. Басқа дәмдеуіштердің қажеті жоқ. Осы сгущенкамен сары май жеткілікті. Міне крем дайын. Енді мен подложкаға жинадым. Ал сіздер
табаға болсын, противеньге болсын жинасаңыздар болады. Бірақ астына пергамент қағазын төсеңіздер. Осылай жақсылап тортымызды жинап аламыз. Осы менің рецептімдегі крем осы 7 коржға жеткілікті болады. Мен отбасымдағы мерекелік дастарханға осындай торт дайындаймын. Бұл рецепт 25-30 жылға тақау болып қалды. Өте дәмді, әрі жұмсақ болып піседі. Ерекше болады дәмі. Кәдімгі үй жағдайында жасалған торт. Сіздер де жасап көріңіздер. Бір қарағанда қиын сияқты, бірақ үйреніп алсаңыздар, өте оңай әрі дәмді болады. Кез келген мерекелік дастарханға, туған күнге, жаңа жылға тіпті жасап алсаңыздар, балаларыңыз қуана жейді. Бірақ айта кететін ескерту, пергамент қағазы силиконизированный болу керек. Сонда ол кез келген торт пісірсеңіздер, қамыры жабыспайды. Силиконизированный қағаз болуы керек. Сонымен крошка дайындаймыз. Жаңағы қалдықтармен мен блендерге салып үгіп алдым. Ал сіздер кез келген әдіспен үгісеңіздер болады. Қолмен де үгуге болады, блендер болмаса. Немесе оқтаумен пергамент қағазына салып, езіп алсаңыз да болады. Міне енді тортымызды крошкамен әшекейлейміз. Торттың бетіне жан-жағына біркелкі етіп крошканы жағып болғаннан кейін салқын жерге немесе холодильникке 5-6 сағатқа шығарып қоямыз. Тортымыз дайын. Ас болсын.